Саламатсыздар ма, балалар? Балалар, біз өткен сабақта оттекті органикалық қосылыстарды бастадық. Сіздерді осы 3 топқа бөліп алайын. Алдарыңызға қиынды қағаздар тастадық. Ал енді осы сол қиынды қағазға байланысты топқа бөлінейік. Топқа бөлінейік, тұрамыз, қараймыз балалар. Енді балалар қараңыздар. Мына кескін ненің формуласы. Кім қай топ болды? Сіздерді алдегид тобы. Ал мына екінші қандай оттекті органикалық жалпы формула? Кетонда. Екінші топ сіздер. Ал үшінші топ қандай? Карбон қышқылдары. Бұл үшеуі де оттектік органикалық қосылысқа жата ма? Жатады. Оның құрамында не бар? Оттек бар. Оттектің валенттілігі тұрақты неше? 2. Көміртектің валенттілігі 4. Жақсы, өте жақсы. Келесі балалар. Өткен сабақты пысықтау мақсатында әріптестер әдісі қолданамыз. Бұл әріптестер әдісі бір-бірімен ұжымдық, бір-бірімен байланыс жасау арқылы бастаймыз. Ал енді кімнің қолында қат бердім балалар? Қат. Бұл қатта сұрақ жазылған қат бар және жауабы жазылған. Бірінші топтан сұрақ оқимыз. Қаты бар, сұрағы бар. Этанол ацетальдегид, сірке альдегидінің формуласы қандай? Ал енді осы жерден жауабы бар адамдар қараңыздар. Алдарыңызға қат тастадық қой. Кімнің жауабы бар екен? Оқи ғой. H3COH. Сірке альдегиді. Дұрыс па жауап? Жақсы, бере қойыңыздар. Келесі. Кімде сұрақ бар? Оқыңыз, Аужан. Кетондар дегеніміз не? Кетондар. Жауап бар ма? Кетондар дегеніміз не? Үлмерек айта ғой. Кетондарда карбонил тобы бірдей немесе әртүрлі екі көмірсутек радикалмен байланысқан. Жауап дұрыс па балалар? Жарайсыз, өте тамаша. Келесі сұрақ. Метанол формалдегид құмырсқа альдегидінің формуласы қандай? Метанол, Аужан. HCOH. HCOH, дұрыс. Қоя қойыңыздар. Келесі. Халықаралық номенклатура бойынша альдегидтердің атаулары сәйкес көмірсутек атауларына қандай жұрнақ жалғауы арқылы жасалады? Қандай жұрнақ жалған? Альдегид деген атауда. Альдегид деген атауда қандай жұрнақ жалған? Елмас, аль жұрнақ. Мысалы, сірке альдегиді, құмырсқа альдегиді деген сияқты аль жұрнақ жалғайды. Жарайсыздар, сұрақ бар ма? Карбонил тобындағы көміртек атомы қандай гибридтенген күйде болады? SP2 гибридтенген. Себебі олар не істемеген? Қанып таған көмірсутекте. Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Бұл жерде сіздердің дескриптордың барлығын біліп отырсыздар, яғни білесіздер, анықтамасын біліп отырсыздар, және гибридтенген күйін айтып отырсыздар. Өте ғажап оқушы екендеріңізді осыдан байқауға болады. Ал енді бүгінгі күннің жазысын жазып аламыз. Карбон қышқылы, жіктелуі, алынуы деген тақырыптарды. Оқу мақсатымыз балалар. Бүгінгі сабағымызда карбон қышқылдарының жіктелуі мен алыну тәсілдерін түсіну. Жазып алдық қой, енді қараймыз. Алдарыңызда сіздерге қысқаша ғана түсіндіру. Карбон қышқылдарының құрамында карбоксил тобы бар. Жалпы формасы RCOOH. Біз өткен сабақта альдегидті өткен кезде қандай еді олардың? Карбонил болды, дұрыс па? RCOH. Ал енді бүгінгі RCOOH. Яғни бұны біз карбон қышқылдары. Карбон қышқылдарын айтқан кезде қышқыл деген сөз қосып айтамыз. Қышқылдардың күйдіргіштік қасиеті бар. Және қауіпсіздік ережені еске сақтауымыз керек. Бұларды бір негізді, екі негізді және көп негізді. Бұлардың негізділігіне қарай, сутек санына қарай айтылады. Келесі, радикалдарына, табиғатына, қаңыққан, қаңықпаған ароматты. Сіздер білесіздер, қаңыққан көмірсутекте қандай байланыс болады еді? Дара байланысты, дара. Қаңықпағанда қос байланыс. Ароматты көмірсутекте бензол сақиқасы арқылы. Енді жүйелік номенклатурасы бойынша. Мысалы қараңыздар. 2 этил бутан қышқылы. Бутан неше көміртек?
Ал қараңыздар. Түсіндіріп жіберейін. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төртеу карбоксил. Карбоксилден бастап жүйелік номенклатурасы бойынша нөмірлейсіз. Екіге жоғары төмен дара байланыс, яғни радикал этил. С2, H5. С2, H5. H5. Неше сутек керек? 3H3. 2H2. Керек па? Түгел. Дұрыста жүйелік номенклатурасы бойынша атау, яғни қышқыл деген сөз қосамыз. Ал балалар, барлығымыз тақтаға қараймыз, яғни 3 қатар алдегидтер, кетондар, карбон қышқылдары бір-бірден тапсырма орындайды. Жүйелік номенклатурасы бойынша құрылымдық формуласын жазасыздар. Кірсеміз, қараймыз. Пропион қышқылы, 2 метил пропан қышқылы, 2 этил бутан қышқылы. Қалғандарымыз орындайық. Орнымыздан маған көрсете қойыңыздар. Тақтаға шығатындар шыға беріңіздер. Мына қатардан шыға беріңіздер. Үшінші қатардан, яғни карбон қышқылдары, кетоннан винера шықты, альдегидтен малика шықты. Ал қалғандарымызға орындардан мен тексеріп шығайын. Ғабиден дұрыс жазып жатыр. Жаза ғой. Иә. Жаз. Иә, дұрыс. Дұрыс. Иә. Бірінші, карбоксилден бастап жүйелік номенклатурасы бойынша. Жарайсыздар. Ал кеттік. Кім? Малика оқыш? Пропион қышқылы. Иә. Так, оқимыз. Пропион қыш. Неше көміртек бар? 3 көміртек. Аха, карбоксил жалғанды. Дұрыс, да? Пропион. Келесі. Динара? 2 метил пропан қышқылы. Аха. Дұрыс па? Иә. CH, Екіге қандай радикал? CH, Метил радикал. Дұрыс, өте жақсы. Так, сіз? 2 этил бутан. Бутан қышқылы. Иә. Екіге қандай радикал? Етил. Қандай жалғау байқадым? Біз атаған кезде? Жоқ, қандай жалғау жалғадым енді? Қышқылы. Біз альдегид айтқанда альдегид жұрнақ жалғадық қой. Мұнда қышқылы деген. Себебі бұл карбон қышқылы. Отырыңыз. Келесі. Элективті тест. Бұл жерде тестті бірінші. Сіздерден бастаймыз. Карбон қышқылы. Ғабиден сұрақты оқи ғой. Сұрақты қасымызға келін жерге. Сұрақты оқы. Сұрақты оқы. Ойланамыз да? Құрамында бір немесе бірнеше карбоксил H тобымен көмірсутек радикалы байланысқан заттар А спирттер, В алкандар, С карбон қышқылдары, Д алдегидтер, Е фенолдар. Ойланайық. Тақырып бүгінде тақырыпқа байланысты тесті. Қайсысы, яғни құрамында не бар дейді? Карбоксил. Жауап қайсысы? Дұрыс па? Жақсы отыра қойға бейден. Келесі, екінші қатардан кім оқи өткен? Дария. Екіншісін оқи қой. Мұзға қышқылын анықтайтын реактив. А күміс оксидінің аммиакты ерітіндісі. Өте жақсы. П хлор үш ерітіндісі. Темір хлориді. С лакмус ерітіндісі. Д Фенолфталин ерітіндісі. Е сликте ерітіндісі. Ал енді қайсысы деп ойлайсыз? Себебі құмырсқа қышқылы реактив болатын. Қалай деп ойлайсыздар балалар? Қайсысы деп ойлайсыздар? Кім жауап? Қайсысы деп ойлайсыздар? Күміс оқыңыз. Күміс оксидінің аммиакқа ерітіндісі. Аммиактың формасы қандай еді? NH3. Жарайсыз, отырыңыз, Данияр. Үшіншісі. Кім келе ғой ай болып? Үшіншісін оқыңыз. Үшіншісін оқимыз. Мына қысқылдардың атаулары, да? Енді қараңыз. Нөмірлеңіз, ауызша. Бірінші. Алтыншы. Енді қара. Мынау қандай радикалдар? Метил, да? Неше рет қайталанып тұр? 4 рет. Енді бізді айтады. 3-тен 4-те не бар дейді?
Метил радикалы жауап қайсы деп ойлайсыз? А. 3, 3, 4, 4, тетраметил кarbon қышқылы. Екінші адама? 2, 3, 4, 5 дейді. 2, 5, 3, 5, 6 жатпайды да? 2, 2. Бізде 3-те 4-те бар дейді. Яғни жауабымыз А. Дұрыс. Өте жақсы, жарайсыз. Келесі. Балалар, алдамызда. Барлығымыз тірек кесте арқылы бүгінгі тақырыбымыз боқылықпен жұмыс жасап аламыз. Бірінші, яғни алынуы, карбон қышқылының алынуы деген тақырыптасы бар ма? Сондағы реакция теңдеуді, қай зат пен қай зат әрекеттесті, соны ортаға салып, жұптасамыз, бірігеміз, яғни ұжымдық біз доспыз деген мақсатта келтіреміз. Кеттік. Ал бар ма? Кеттік. Оқы ғой. Нұрай. Этил спиртін тотықтырғанда не түзілді дейді? Тотықтырғанда CH3, COOH. Яғни сірке қышқылы түзді. Дұрыс. Енді сіздер бұлай қойыңыздар. Мынау жауабы ғой, да? Екеуіңіз осылай бірігіп тұра тұрыңдар. Міне. Келесі, тағы. Келіңіз. Кел. Жарайсыз. Сұрақ. Ботанмен оттектің қосыңыз. Ботанмен оттекпен істеп жатыр, әрекеттесіп жатыр. Жауабы. Ботанмен кімде бар жауап? Иә, келе ғой. Иә, нәтижесіне не шықты? Сірке қышқылы сумен түсіреді. Иә. Жағдай ғой. Иә, сірке қышқылы және су сүзгі. Келесі. Кім бар ма? Жансая? Дұрыс. Сірке қышқылы этил эфирдің сумен әрекеттесуі. Нәтижесінде сірке қышқылы мен этанол түзіледі. Иә. Оқпа келе ғой. Сірке альдегидін тотықтырса. Иә. Альдегидін тотықтырса сірке қышқылы. Өте жақсы. Жарайсыздар. Сонымен тірек кестелеріңіз бітті ғой, да? Ал енді жақсы отырамыз. Барлығымыз тақтаға қараймыз. Ойларыңызды, өз пікірлеріңізді айтасыздар. Алдарыңызда қараңыздар. Балалар сіздерден бүгінгі сабағымның мақсаты, яғни алынуы, номенклатурасы, аталуы, жүйелігі дегенде түсінікті ретінде, яғни стақандағы су әдісі. Жалпы адамда су көп мөлшерде ішу керек, дұрыс па? Сол көңіл күйімізге байланысты қандай дәрежеде түсінген екендеріңізді алыңыздар. Стақандағы су әдісі. Ал енді ой пікірлеріңізді әр топтан бір екі оқушыдан айтайық. Ал кеттік. Бәріміз қарайық. Бірінші сабақ маған ұнаған жоқ. Кімде? Суды өте төмен деңгейде ішкен оқушы кім? Бар ма бізде? Өте жақсы, жарайсыздар. Мен сабақты толық түсінген жоқпын. Кімде бар? Массаға. Мен сабақты өте жақсы түсіндім, көңілім тамаша. Ал тұрамыз. Жарайсыздар балалар. Енді айтыңыздар. Қандай бүгінгі сабақтан әсеріңіз қандай? Әрбіріңіз сөйлеп, пікірлерімізді айтып, бір-бір сөздер. Жақсы байланыс. Кеттік, Ғабиден. Бір жақсы тілегіңіз айтып жіберіңіз. Сабақ өте жақсы болып, көңілді болып. Өте жақсы. Сіз? Жақсы жақсы болып. Дұрыс. Дұрыс, өте жақсы, Малика. Жалпы қышқылды, өте жақсы. Тағы, Данияр? Маған бүгін сабақ өте ұнады. Көп мәлімет алдым. Рахмет балалар. Өте жақсы. Сіздермен сау болыңыздар. Сәлеміз бітті. Сау болыңыздар. Шықты ма?